Айыппұлдан рекорд дегенді естідіңіздер ме? Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мына айыппұлдар жылдан жылға өсуде. Неге? Себебі айыппұлдар МРП-ға, яғни айлық есептік көрсеткішке әбден байланған. Мысалы, сіз белдік тақпасаңыз, сізге 5 МРП штраф салынады. Яғни 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5-ті көбейтесіз. Сіз қазір 2025 жылы ол 3930 теңгеге өсті. Ал 2024-те бұл 3600 теңге еді. Шамамен 5-ті көбейтесіз 3900-ге қазір. 20 мыңның көлемінде сіз белдік тақпағаныңыз үшін айыппұл төлейсіз. Қазақстанда айыппұл бойынша мына 2024 жылы рекорд болды. Мына айыппұлдан 139 миллиард теңге түскен. Яғни 24 жылы бұл рекорд деп жаңалыққа шығарды. Айыппұл алмаудың жолын іздесеңіз, онда сіз әрине жол ережесі кітабын алып, осы кітапты дұрыстап түсініп оқыңыз, және жолда жүргенде жүргізушілік мәдениетін сақтаңыз. Енді айыппұлды сіз әдейі алмайтыныңыз анық. Әрине айыппұлды алайыншы осы, ережені бұзайыншы осы дейтін жүргізушілер аз, бірақ ондай жүргізушілер өкінішке орай бар, ережені әдейілеп бұзатындар. Және ол бұзатындар туралы біз кейінірек сөйлесеміз. Қазір біз кәдімгі мәдениет жүргізушілер туралы айтайық. Енді айыппұлға көбінесе қандай жағдайда түседі? Айыппұлға көбінесе белдік тақпау, рульде келе жатып телефон ұстау, немесе жылдамдық асырумен түседі. Және дұрыс емес бұрылып кету қиылыстарда, сплошной сызықты басып кету, осындай жиі болатын айыппұлдар. Әрине айыппұл в основном мына жылдамдық бойынша көп болады. Жылдамдықты көбісі нормадан асырып, мысалы қалада 60-пен жүру керек па, көбісі 70, 80, 90, 100-бен жүріп кетеді. Осы жылдамдық асыру әрине бұл ақтауға тұрарлық емес ереже бұзушылық. Яғни бұлай ереже бұзған адамдар олар штраф төлесін, және штрафты көп қып төлегені дұрыс. Жылдамдықты өте жоғары асыратын жүргізушілер туралы айтып отырмын. Енді құрметті оқырмандар, қараңыздар. Мына жолда жүрген кезде сіз жолақ ауыстырасыз. Жолақты неге ауыстырасыз? Белгілі бір бағытқа барайын деп. Осы кезде сіз сплошной сызықты басып кетесіз. Яғни қиылыс алдында әр жолақтың бөліп тұрған сызығы ол сплошной болады. Оған дейін үзік болып келеді, одан кейін сплошной, яғни тұтас сызық болып кетеді. Осы тұтас сызықты сіз басқан кезде айыппұл аласыз. Ал енді құрметті оқырмандар, осы тұтас сызықты баспас үшін не істейміз? Әрине сіз ол тұтас сызықты, сплошной сызықты баспай қиылысқа прям тақалған кезде жолақ ауыстырмас үшін сіз алдын ала өзіңіздің баратын маршрутыңызды, бағытыңызды біліп отыруыңыз керек. Оны қалай білеміз? Сіз А нүктесінен шығатын кезде Б нүктесінен баратын маршрутыңызды толық миға құйып алып барып шығыңыз. Үйден шықпай тұрып. Әсіресе бұл мына енді бастап жүрген жүргізушілерге үлкен көмектеседі. Осылай жасаңыздар. Және сіздің қазір жақыныңыз көлік жүргізуді енді үйреніп жүрсе, оған айтыңыз. Всегда сен А нүктесінен шығар кезде Б нүктесіне дейінгі жүретін жолды, маршрутты қарап ал, және мен мына қиылыста былай бұрылам, ана қиылыста оңға бұрылам, ана қиылыста солға бұрылам деп өзі ұғып, мына миына құйып алсын. Сөйтіп ол А нүктесінен Б нүктесіне гарантия аман жетеді. Енді құрметті оқырмандар, бірінші сіз осылай үйден шыққан кезде маршрутты жоспарлап алатын болсаңыз, онда аяқ астынан қиылысқа тақалған кезде жолақ ауыстырайын деп ешқашан олай жасамайсыз. Сіз жолақты алдын ала қиылысқа жақындап келе жатқан кезде ауыстырып аласыз. Ал енді осы жолақ ауыстыру туралы дұрыстап сөйлесетін болсақ, жолақ ауыстыру маневрі бұл өте қауіпті маневрлардың бірі. Неге? Себебі жолақ ауыстыру кезінде сіз мына көрші жолаққа, оң жаққа немесе сол жаққа ауысасыз. Сол кезде ол жолақтың бойымен міндетті түрде бір жүргізуші көлігімен жүріп келе жатады. Енді сіз сол жүргізушілерге жол беруіңіз керек. Яғни сіз мына оң жақ жолаққа, мысалға айтқанда, қонаққа барасыз. Яғни қонаққа барсаңыз, сіз міндетті түрде сол жолақтың бойымен жүріп келе жатқандарға жол бересіз. Бірақ осыны дұрыс түсінбейтіндер де бар. Қалай? Қараңыз, мына жағдайда мысалы екі көлік бір мезетте жолақ ауыстырғысы келіп тұр. Екі көлік бір мезетте жолақ ауыстырғысы келсе, ережеде нақты айтады. Екі көлік бір мезетте жолақ ауыстыратын болса, онда ешкім бұл жерде басымдыққа ие емес. Бұл жерде оң жақтан кедергі деген қағиданы қолданасыз. Яғни оң жақтағы көлікке жол береді. Кімнің оң жағында тұр көлік, соған жол береді. Яғни менің оң жағымда көлік тұратын болса, мен соған жол берем. Ал менің сол жағымда тұратын болса, ана көлік жүргізуші маған жол беру керек. Бірақ бұл екеуі бір мезетте осылайша жолақ ауыстыратын болса ғана. Ал егер сіз ғана жолақ ауыстыратын болсаңыз, онда әрине сіз қай жолаққа түсесіз, сол жолақтағы көлік жүргізушілеріне жол беруге міндеттісіз. Ал енді жолақ ауыстыру процесіне келетін болсақ,
бұл әрине мына тәжірибелі жүргізушілерге де қазір мына жерге отырғызып қойып түсіндіретін жағдай. Міне, енді мен ешкімді мына жерге әкеліп отырғыза алмаймын, сондықтан да осы видео арқылы мына YouTube-ға рахмет, тегін барлық жүргізушілерге мен жақсылап түсіндірейін. Бұл жағдайда, яғни көп жағдайда сіз мынандай жағдайды кездестіріп жатасыз. Барлығы жолда тұрады, пробкаде. Сол кезде жүргізушілер жолақ ауыстыруды сұрайды. Сосын бір жүргізуші жол бермейді. Сосын ол жүргізуші жол бермеген үшін ол тұмсығын көліктің тығып, сонымен екеуі сол жерде соқтығысып ДТП болады. Яғни жол көлік оқиғасы болады. Сосын ар жағында пробканың үстіне пробка, кептеліс солай қалады. Екі есе көбейеді кептеліс. Енді бұл осы жүргізушілердің кесірінен жаңағы жоспарламайтын. Енді одан кейін, құрметті оқырмандар, сіз жолақ ауыстырған кезде мына іс-әрекетті міндетті түрде жасауыңыз керек. Жүріс үстінде жолақ ауыстыратын кезде, сіз жүріп жатқан кезде, слепая зона дегенді көп тәжірибелі жүргізушілер біледі. Яғни мына оң жақ артқы айнаға немесе сол жақ артқы айнаға қарасаңыз, сіз көресіз көлікті. Бірақ сіз мына қапталыңыздағы жаныңызда келе жатқан, сізбен почти қатар келе жатқан көлікті көрмейсіз. Ол слепая зонаны білесіздер. Енді ол жерде слепая зонаны айтпағанның өзінде бірінші сіз мысалы сол жаққа қарай жолақ ауыстыратын болсаңыз, міндетті түрде бірінші іс-әрекетіңіз сіздің поворотник болу керек. Яғни бұрылыс көрсеткішін жақтыңыз солға, сосын барып айнаға қарайсыз. Яғни сіз бірінші ниетіңізді көрсетесіз жан-жақтағы жүргізушілерге. Менің ниетім қазір солға жолақ ауыстыру, яғни солға қарай мен жүремін деп сол жақ бұрылыс көрсеткішін жағасыз. Содан кейін мына сол жақтағы сіздің артқы айнаңызға қарайсыз. Егер көлік болмаса, басыңызбен былай бір бұрсаңыз, сіздің мына слепая зонадағы көлік көрінеді. Немесе кейбір көліктерде датчик слепой зоны деген бар. Яғни кейбір көліктерде мына сізбен қатар келе жатқан көлікті камерасы арқылы датчик сізге айтып тұрады. Ал датчик жоқ болатын болса, мынандай домалақ айна болады. Сол айнаны жабыстырып қойсаңыз болады, үлкен айнаға. Немесе былай басыңызды бір бұрасыз. Сосын көлік сізге бірден көрінеді, егер болатын болса. Яғни сіз келе жатқан кезде бір жүргізуші сізбен қатар келе жатыр, немесе артта келе жатыр. Яғни қазір жолақ ауыстыруға қолайсыз болса, онда поворотник жанып тұра берсін. Міне жылдамдықпен жүріп келе жатсыз, жан-жағыңызда бәрі жылдамдықпен жүріп келе жатыр. Поворотникті жағып жүре бересіз. Яғни сіздің ниетіңізді арттағылардың барлығы түсініп отыр. Қазір сіз солға жолақ ауыстырғыңыз келе жатыр, бірақ ыңғайлы моментті іздеп келе жатсыз. Енді осы кезде сіз келе жатқан кезде, ыңғайлы момент болған кезде бірден жолақ ауыстыра қоясыз. Поворотник жанып тұр, айнаға қарап отырып, ыңғайлы моментті тауып, бірден ауыса қоясыз. Оңға да солай. Яғни бұл жерде айтатыны ең бірінші ниетіңізді білдіресіз. Поворотник бұрылыс көрсеткішін жақтыңыз, сосын айнаға қарадыңыз, сосын барып қауіпсіз болса ғана маневрды жасайсыз. Енді құрметті оқырмандар, мысалы осы жаңағы біз айтқан оң жақтан кедергі дедік қой, соны көбісі дұрыс түсінбейді. Оң жақтан кедергі деген қағиданы біз осы каналға арнайы видеомен шығардық, содан қарап алсаңыздар болады. Бірақ мен мына жағдайды айтайын. Мысалы осы жағдайда көбісі ойлайды, мына жерде жүк көлігіне мына қызыл автокөлік оң жақтан кедергі деп, сол үшін жол беру керек деп. Негізінде олай емес. Мына жерде жүк автокөлігі өзінің жолағымен келе жатыр. Ал мына жеңіл автокөлік бұл жерде жолақ ауыстырмақшы. Сол себепті жолақ ауыстыратын болғандықтан жүк автокөлігін өткізіп барып жолаққа түсу керек. Біздің каналға тіркеліп, жазылып, осы видеолармен, пайдалы видеолармен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне әрқашан аман жетуді тілеймін, және ешқайсыңыз айыппұл алмай, ереже бұзбай жүріңіздер. Барлықтарыңызға тек сәтті, ашық жол тілеймін. Бірақ мынаны ескеріп алыңыздар. Мына ережеде бізде ережеде шектеулі көріну, жеткіліксіз көріну деген ұғымдар бар. Мысалы, мына жаңбыр жауатын болса, қар жаумай қойсын. Жай ғана жаңбыр жауатын болса, яғни жолдың беті ылғал болатын болса, онда ол кәдімгі керемет ситуация емес. Яғни ол қауіпті жағдай. Және жолда жүрген кезде жүргізушінің мақсаты мынада. Сіз жолда келе жатқан кезде апатқа әкелмеуіңіз керек. Яғни қауіпті ситуация тудырмауыңыз керек. Барынша бірінші мақсат осы болу керек. Ал енді қауіпті ситуация аяқ астынан туындап қалған жағдайда, екінші сол қауіпті ситуациядан аман шығып кетудің барлық амалын жасау керек. Ал енді аман шығып кетудің амалын жасағанның өзінде бәрібір болмай жатқан болатын болса, жол көлік оқиғасы болатын жағдай
болып қалса, онда үшінші, сіз салдарын азайтуға тырысуыңыз керек. Яғни соққы болғанның өзінде ол салдары әсері қатты болмайтындай сондай шешім қабылдауыңыз керек. Яғни жүргізуші ол кәдімгі маман десе де болады. Жүргізуші ол көлікте отырған кезде маневренный болу керек. Қауіптен қашып білу керек, қауіпті ситуацияны алдын алып білу керек, алдындағы жүргізушінің поведениесін қарап отыру керек, өзінің поведениесіне жауап беру керек, арттағы жүргізуші, жан-жақтағы жүргізушілерді. Мысалы элементарно, сіз светофордың жасыл сигналына оңға бұрылған кезде, мысалы сіздің алдыңыздағы көлік оңға бұрылып атты, ол пешеходты өткізуге тоқтап қалды. Сөйтесіз, сіз барып артынан тарс етіп соғасыз. Бұл неден болды? Сіз мына алдыңыздағы жүргізушінің қазір оңға бұрылған кезде пешеходқа жол беретінін білмедіңіз. Негізі сіз оны біліп пайымдап отыруыңыз керек еді. Осындай элементарный жағдайлар көп жолда. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға ақ жол тіледім.